Киімнің киесі 2012 жылдары болатын. Ол кезде мен Шинжаңдағы ауыл шаруашылық университетінде оқитын кезім еді. Содан жазды демалысқа тарадық. Қуана ауылға жайлауға атамды сағына жеттім. Атама аман сәлемдестік, шүйіркелесе бастадық. Содан мен баяғы бала кезімнен қалған әдетім бойынша атамнан бір алғыс естейтін шығармын деп өзімнің ізгілігімді істегендерімді айта бастадым. Ата, мен өзімнің университет кезіндегі киген асқан кейбір көне киімдерімді сол қаладағы кейбір қайыршыларға, киімсіз, кедей-кепшік сондай адамдарға ұсынып, одан тағы да сол кедейлерге киім ұсынатын сондай бір ұйымдар бар, соларға жылуға атап жібердім дедім қатты қуана. Бұны естіген атам сәл ғана сақалын сипап ойланып, әлгі қолындағы кеседегі ыстық шайын ақырын үстелге қойды да: «Әй балам-ау, баламысың деген. Сол кісің ғой жақсы, ізгілік қылған жақсы болар. Бірақ сен киімнің киесі бар екенін білсең болар еді-ау. Енді сен ол киімді жақсы ниетпенен босқаларға беріпсің әлде жалда. Сол киіміңде сенің бүкілдей оң энергияң болады. Сол оң энергияларың сол бір киген теріс энергиялы адамдардың денесіне келсе, немесе қайыршы қайдағы бір адамдар киіп аяқ астына тастаса, я болмаса сенің киіміңді киген беті өлім жітімге ұшыраса, онда балам, саған үлкен жамандық болады. Денсаулығыңа және тәлейіңе бәрі де ықпалы болады. Адамның киімінде киесі болады, киімнің өзінің иесі болады. Апырай балам, осындайыңды өте қате істеген екенсің, бұдан бұлай олай істеме дейді. Ал мен болсам атамның бұл айтқан сөзін жай ғана тыңдадым да, жарайды ата дедім өз ойымда. Бұл бір құрапияттық болар деп ойладым. Содан арада бірнеше күндер өтті. Бір күні түсімде бір қара көлеңкелер менің киімдерімдің айналасында ұшып жүреді. Ал және бір қара көлеңкелер киімдерімді киіп алып қарқылдап күліседі. Ал біреулері менің баяғы киімдерімді аяқ астына тастайды, үстіне шығып билеп, қарғып, секіріп ойнақ салады. Әлгілерге қарап мен өне бойымнан тұрайын десем, қой деп айтаруға шамам жоқ. Сөйтіп жатамын. Бір кезде бір қара киімді оранған таныс емес, әйтеу бір қорқынышты бірдеме келеді де кеудеме қарғып мініп мені қылқындыра бастайды. Содан қиналып, қатты қиналып жатып, бір кезде оянып кетем. Оянып кетіп, зорға дегенде есімді жиып, атамның қасына бардым да сол жерде жатып қалдым. Содан осы күйінде 2 күн қайталанды. Ақыры атама болған жағдайдың бәрін айттым. Мен ол кезде өзім айырым бір киіз үйде жатушы едім. Бірақ атама барып мен осындай түс көріп қорықтым деп айтудан бірінші күні батынбадым. Өйткені мен бір ер жігіт жалғыз үйде жатып алып қорқытты деп масқара болмайын. Атамнан ұялдым. Бірақ екінші күні және сондай түс көріп қиналғандықтан мен амалсыз атама бар жайды айттым. Осы кезде атам және де бәз баяғысынша сәбірлі салмақты сақалын сипап: «Ай балам-ай, айттым ғой саған, баяғы сенің сол киімдеріңе киген адамдар бәлкім теріс энергиялы адамдар болар. Ал сенің сол киімдеріңді киген кейбір адамдар аяқ астына тастап, қоқыстарға тастап, аяқ асты болып жатқан болса керек. Киімнің киесі бар деген осы емес пе балам?» дейді. Содан мен қайтерімді білмей: «Ата, енді қайтсек болады?» дедім. Содан атам түстен кейін бола кешке құрым бір қойды сойды. Құрбандыққа бір қой сойып, қырым-сырым істедік те, әлгі қойдың етін бір бөлімін асып жедік, енді бір бөлімін көрші қолаң сол жайлаудағы кедей-кепшік деген сияқты адамдарға
осындай ырымымыз ырым қылатын едік деп жағдайды айтып түсіндіріп таратып қойдық. Сонымен сөйтіп көрші қолаң кедей кепшік игі жақсының тілегін батасын алдық. Ал осы бір қойды құрбан шалғаннан кейін осыдан кейінгі күндерде ұйқым тынышталып жақсарып қалдым. Осыдан кейін мен енді бұдан былайғы жерде киімімді қалаймақан басқаларға берместе болдым. Содан бастап білгенім бұрынғы ата-бабаларымыздың жаман болады деген осы бір ырым тиімі рас екен. Сіздер де киімдеріңізді қалаймақан тастамаңыздар, таныс емес қалаймақан бөтен адамдарға бермеңіздер. Оң энергияларыңыз, тәлелеріңіз, саулықтарыңыз сол киімдеріңіздің киесінде болады екен. Ендеше әңгімеміз ұнап жатса, пікір астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жүрек басып, бармақ басып, көбірек таратып қойыңыздар.